Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін біз Part 3, Lesson 10, 10 сабақты өтетін боламыз, иә? Exercise 1. Look, read and number дейді. Look, қара, read, оқы, және қойып шық дейді, номерлерін қойып шық дейді. Бірінші суретте біз қараймыз, иә? Не істеп жатыр? Кішкентай қыз ойнап, бұзықтық жасап жатыр, иә? Келесі суретте не істеп жатыр? Күлдіріп жатыр, иә? Міне, клоун сияқты мұрнына киіп күлдіріп жатыр. Үшіншісінде әжесі ұлға сыйлық беріп жатыр. Төртіншісі бала, қандай бала? Ақылды бала, иә? Енді these are my friends дейді. Бұл менің достарым. They are funny. Олар қандай дейді? Funny деген күлдіргі дейді, иә? Яғни біздің біріміз не болады екен? Биіміз 0 болады екен. This is my brother, he's clever. Бұл менің brother, ағам, ол өте ақылды дейді. Яғни бұл қай вариант болады? D-ға 1-ді қоямыз, иә? Number 1. Second, these are my sister. Бұл менің кім дейді? Әпкем дейді. Әпкем немесе қарындасым, иә? Сестренкам деп айтсақ та болады. They are naughty, иә? Бұлар кім дейді? Міне, сестренкалары, қарындастары, және олар бұзық дейді. Яғни 2-ні И вариантына қоямыз. Үшінші, this is my grandma. Бұл менің әжем. She is kind дейді. Ол өте мейірімді дейді. Яғни С-ға 3-ті қоямыз. Next exercise to make sentence then match дейді. Сөйлемді құра және сәйкестендір дейді. Мына жерге қараймыз. Бірінші мысалда көрсетілген he dark hair God has деп тұр, иә? Оның шашы қара дейді, иә? Енді келесі they have, яғни мұнда жазамыз. Біріншісіне they, екіншісі have, God, үшіншісіне curly hair дегеніміз бұйра шаш, иә? Мына жерде 1, 2, 3, мына жерде 4 дейміз, иә? Осы жерге қатармен көшіріп жазсақ болады, иә? Енді айтамыз. Айтады. Олардың шаштары бұйра дейді, иә? Қана мұн жерге қараймыз. Кімнің шаштары? Олардың деп тұр, иә? They деп тұр. Яғни мұнда С варианты болады. Және астына көшіріп жазуымыз қажет, иә? They have got curly hair, иә? Бұл жерде сөйлемнің жасалу жолы, иә? Яғни структурасын көрсетіп тұр, иә? Бірінші бізде subject кетеді, одан кейін verb кетеді, иә? Келесі, she has got glasses дейді. She деген қалай аударылады? Ол деп қызға, иә? Оның несі бар екен? Glasses, очкиі бар екен, иә? Оның очкиі бар дейді, иә? Яғни қай вариант болады? Бұл жерде И варианты болады. Және сөйлемді ретімен жазып шығамыз. She-ға 1 болады. 2, 3, 4. Мұнда көшіріп жазамыз астына. She has got glasses. Үшіншісі, he has got a mustache дейді. Мұнда жазамыз. He has got a mustache дегеніміз не бізде? Ол мұрт, иә? Оның мұрты бар дейді. Кімнің мұрты бар екен? B варианты, иә? B вариантын мұнда жазамыз. Яғни he-міз 1 болады. 2, 3, 4, 5 екен, иә? Соңғысында they have got birds дейді. Олардың несі бар дейді? Bird деген сақалы, иә? Сақалы бар дейді. Яғни қай вариант? D вариантын мұнда жазатын боламыз. Астына жазамыз. They have got beard, иә? Birds жаздық. Келесі exercise
3. Read and circle дейді. Read оқы және дөңгелекте дейді. This is Қайрат and sister Әсел дейді. Бұл жерде біз бұл Қайрат дейді. Оның деп тұр, оның деген бізде ұлға his деп айтамыз, қызға her деп айтамыз, his деп тұр, яғни мына вариант, мына жерге his деп жазамыз, келесі we, бізде we-ға бізде have has-дың ережесін есіңізге түсіріп жіберейік. Бізде have has-дың ережесінде егер I болса have болады, he, she, it болса бізде has болады, I, you, they болса have болады барлығына, Онда, яғни we have болады, B вариантын. Have got 3 dogs. Бізде қанша дейді? 3 ит бар дейді. Келесі, Жания got glasses дейді. Жанияның очки бар ма деп тұр, Жания кім? She-ға біз нені қоямыз? Has-ды қоямыз. Has Жания got glasses деп тұр. Келесі, This is Көркем and mom дейді, және оның мамасы деп тұр. Оның деп біз his болса ұлға, her болса қызға айтамыз. Көркем бізде қыз болып тұр, яғни her, A варианты, нақта her дейміз, белгілейміз. Келесі, I-ға біз have қоямыз, I have got dark hair. Менің шашым қара дейді, Онда жазамыз have got деп. Келесі, I, мына жерде болмыс түрін көрсетілген, hasn't немесе haven't. Haven't болады, I-ға have қоямыз. I haven't got a ponytail дейді. Менің шашым хвостик емес дейді, менің шашым буылмаған деп тұр. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазсаңыздар болады. Обязательно міндетті түрде жауап беремін.